Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл каналда сіздер ағылшын, корей, түрік тілдерін нөлден бастап үйрене алатын боласыздар. Әзірге ағылшын тілінің ғана сабақтарын шығарып жатырмын. Алдағы уақытта басқа сабақтарды да шығарамын. Кешегі сабақта біз ағылшын тілін неден үйренетінін айтып өткен болатынбыз. Бүгін соны жалғастырамыз. Яғни ең алдымен біз алфавитті үйренуіміз керек. Алфавиттен кейін әріптер мен дыбыстарды дұрыс айту, транскрипция және лексиканы үйрендік. Ал бүгін сандарды өтеміз. Ағылшын тілінде нөлден бастап сөйлеп білу үшін біз сандарды білуіміз керек. Өзіңізді және өміріңізді сипаттайтын қарапайым сөздерді жаттайсыз ғой кеше сабақта. Одан басқа жаңадан нөлден бастап жатқандар сандарды да білу керек. Егер сіздер ағылшынша санап білсеңіздер, онда өз жасыңызды немесе басқа адамның жасын айтқан кезде, яғни ағылшын сабағында не болмаса шетелде жүрген кезде сізге керек болады. Не болмаса шетелде жүргенде үй мекен жайын такси жүргізушісіне айтқан кезде, қажетті күнді атағанда, не болмаса қонақ үйде болған кезде, телефонмен хабарласқан кезде, тамақ заказ берген кезде ағылшын тілі керек болады. Не болмаса адамға уақытты айтқан кезде, уақыт сұрағанда, не болмаса шетелде жүргенде сувенир сатып алған кезде сіздерге сандарды білу керек болады. Яғни бағасын сұрайсыздар, саудаласасыздар және тағы сондай. Жалпы пайдалы нәрсе, ең бастысы реттік және жай сандарды шатастырып алмау керек. Ең алдымен сіздер 12-ге дейін сандарды үйрену керек. Оларды есте сақтап жаттайсыздар, ары қарай оңай болады. Яғни 12-ге дейінгі ағылшын тілінің сандары, олар өте оңай. 12-ден ары қарай уже 13-тен бастап барлығына тин деген жалғау жалғанады. Неге teenager деп жатады ғой ағылшын тілінде, яғни подростковый возраст, яғни сол 13 жастан 19 жасқа дейінгі барлық сандар тин деген жалғауменен аяқталады. Сол жасты ағылшын тілінде teenage деп айтады. Ал 12-ге дейінгі сандар кестесі мынау. Қазір оқып шығамын, бірге қосылып оқыңыздар. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12. Алфавитті қалай тез жаттап тақылдап айтып тұрған болсаңыздар, сандарды да тез жаттап осылай тақылдап айтуларыңыз керек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Осылай ары қарай 20-ға дейін жаттайтын боламыз. Келесі видеода мен уже 13-тен ары қарай 20-ға дейінгі сандарды саламын. Ал әзірге бірден бастап 12-ге шейін дұрыс оқылуы және жазылуын дұрыстап жаттаймыз. Мынаның қасында транскрипцияда қалай оқылу керек екені жазылған. Тағы да қайталап шығайық. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12. Қасындағы транскрипциялардан қарап оқысаңыздар да болады. Ал бүгінге сабақ осымен бітті. Жай сандарды ғана сіздерге айтып шықтым. Келесі видеода 12-ден ары қарайғы сандар, не болмаса реттік сандарды жүктейтін боламын. Әзірге жай сандарды айтып үйреніңіздер. Осымен сабақ аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Қолдауларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сұрауды комментарийден жазып сұрасаңыздар болады. Ал келесі сабақта кездескенше, goodbye.